Жамбыл облысында 4 адам сібір жарасын жұқтырған. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Елдегі және шетелдегі жаңалықтарды алғашқы болып көргілеріңіз келсе, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны баса кетіңіздер. Жамбыл облысының 2 ауданында сібір жарасы анықталды. 4 адам қауіпті індетті жұқтырған. Тамда ауылы 15 күндік карантинге жабылып, блок-бекеттер қойылды. 4 түлікті де кіргізіп шығаруға шектеу қойылған. Блок-бекеттерде көліктердің жүк салғышына дейін тексерілуде. Ауылдағы барлық малдарды екпе жұмыстары жасалынып жатыр. Қой, ешкі, сиыр, балықтарына санитарлық жұмыстар жасалынып жатыр. Кесел жұқтырған 3 адам аудандық ауруханада жатыр. Жағдайлары бір қалыпты. Олар күйдіргіні сиыр сойған кезде жұқтырған. Бірақ қасапқа түскен малға аурудың қайдан келгені белгісіз. Ірі қараның етін өртеп жіберген. Науқастармен байланыста болған 35 адам тексеріліп жатыр. Сондай-ақ Жуал ауданы Көлтоған ауылының 46 жастағы тұрғыны да сібір жарасын жұқтырды. Бірақ жағдайы жақсы. Мамандар ауданда жаппай тексеріс жұмыстарын бастады.